Аты жөнін айтудың қажеті жоқ қой. Күртешесін шешіп жерге жайып. Түркістан облысында 8-ші сынып оқушысы азғындық әрекет үшін 10 жылға сотталды. Түркістан облысы жасөспірімнің адам жошырлық әрекеті үшін қатаң жаза тағайындалды. 8-ші сынып оқушысы 7 жастағы қыз балаға азғындық жасаған үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Жәбірленуші жас бала қазіргі таңда 7 жаста. Бүгін Түркістан облысының әділет үйінде осы істің мән-жайын білу үшін арнайы бардық. Істі жүргізген судья Марат Күздебаев бізге үкімнің нақты себептерін ашық түсіндірді. Сотталушы кәмелетке толмаған С деген азамат қылмыстық кодексінің 120 бабының 4 бөлігімен айыпты деп танылып, сотқа берілген. Аталған қылмыс Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Қошқарата ауылында орын алған. Кәмелетке толмаған сол Қошқарата ауылында орналасқан мектептің 9-шы сынып оқушысы. Жәбірленуші жас бала қазіргі таңда 7 жаста. Аталған айыпқа сәйкес сотталушы кәмелетке толмаған азамат жас баланы әңгімеге айналдырып, алдап, сол ауылдың көшелерінің қиылысында орналасқан көпірдің шығыс жақ бетіндегі астына түсіріп, сол жерде өзінің үстінге күртешесін шешіп жерге жайып, соның үстіне жас баланы күштеп жатқызып, жәбірленуші жас бала, яғни 7 жаста, қазір таңда 2-ші сынып оқушысы, сол ауылдың тұрғыны. Жәбірленушінің заңды өкілімен азаматтық талап қою арызы сотқа тапсырылған болатын. Аталған талап арыз бойынша сотталушыдан және оның заңды өкілінен моральдық зиян ретінде 20 миллион теңге өндіруді сұраған. Алайда сот іс құжаттарын зерттей келе, тараптардың пікірлерін біле келе, материалдық жағдайын ескере отырып, екі жақтың да талап қою арызын ішінара қанағаттандырып, жәбірленуші, яғни азаматтық талапкер, жәбірленуші жас баланың заңды өкілінің пайдасына сотталушының заңды өкілінен 8 миллион теңге моральдық зиян өндірді. Аталған азаматтық талапты орындауға сотталушының заңды өкіліне осы аталған үкім заңды күшіне енгеннен кейін 2 айдан кешіктірмей төлеу, яғни ерікті түрде төлеу түсіндірілді. Егер де осы мерзімде орындамаған жағдайда мәжбүрлі түрде өндірілетіні ескертілді. Бас сот талқылауында сотталушы тарап, яғни кәмелетке толмаған сотталушы және оның заңды өкілі жәбірленуші тараптан ешқандай кешірім сұраған жоқ. Зорлау қылмысының болмағанын өздерінің көрсетуінде алдына тартты. Яғни өзіне тағылған айыпты ол кісі мойындап тұрған жоқ, тек қана шешіндіргенін мойындайды және сексуалдық әрекет жасағанын мойындайды. Алайда жыныстық қатынасқа түскенін, зорлағанын мойындамайды. Күдікті қазіргі таңда 15 жаста. Естеріңізге сала кетейік, қайғылы жағдай биыл жазда Бәйдібек ауданына қарасты Қошқарата ауылында болған. 14 жастағы жасөспірім 1-ші сынып оқушысын алдап, көпір астына апарып, азғындық әрекетке барған. Оқушының жоғалғанын байқаған туыстары полицияға арызданып, қылмыскер көп ұзамай ұсталды. Сот отырысында айыпталушы кінәсін мойындамағанымен, сот медициналық сараптама оның кінәсін толық дәлелдеді. Нәтижесінде ол 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Аталған іс қаралып бітті. Сот үкімімен кәмелетке толмаған С деген азамат кінәлі деп танылып, педагогикалық және балаларды тәрбиелеумен байланысты атқару құқығынан 2 жыл мерзімге айыра отырылып, 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Аталған сотталушының, яғни кәмелетке толмаған азаматтың кінәсі іс құжаттарына тіркелген материалдармен, куәлердің көрсетулерімен, сарапшылардың қорытындыларымен және өзінің ішінара мойындауымен дәлелденді. Қоғамда үлкен резонанс тудырған бұл іс кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыс пен тәрбие мәселесінің өзектілігін көрсетіп отыр.